Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай сникерс атты торттың рецептін ұсынамын. Ең керемет дәмді шоколадты торттардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Барлық ингредиенттердің мөлшері видеоның астында описание бөлімінде жазылып тұр. Ең алдымен какаоға ыстық қайнаған суды араластырып, бір шетке алып қоямыз. Ыдыстарымыз міндетті түрде құрғақ әрі таза болуы керек. Жұмыртқамызды ақуызына және сарысына бөліп аламыз. Қанттың жартысын ақуызға, жартысын сарысына саламыз. Жақсылап миксерлеп, ақуызымыз жақсы көпіруі қажет. Сарыуызды ағарғанша миксерлеп 1-2 минуттай шамасында үстінен сұйық майды құйып, жақсылап араластырамыз. Алдын ала дайындап қойған какаоымызды құйып, тағы да араластырамыз. Енді осы массамызды ақуызға құйып, төменнен жоғарыға қарай сағат тілінде біркелкі етіп араластырамыз. Алдын ала ұнды електен өткізіп қоямыз. Ұнды 2-ге бөліп саламыз. Жартысын салып, төменнен жоғарыға қарай сағат тілінде біркелкі етіп араластырып болғаннан кейін екінші жартысын салып, үстінен ас содасын және қопсытқышты қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Формамызды алдын ала дайындап қоямыз. Осы уақытта сіздің пешіңіз 180 градуста ысып тұруы қажет. Мен қамырымды 2-ге бөліп салдым. Сіздер бір формада пісірсеңіздер болады. 180 градуста 2-ге бөліп салсаңыз 30-35 минутта пісіріп шығасыз әрқайсысын. Егер бір формаға салатын болсаңыз 60 минуттай пісіп шығады. Енді карамельді дайындаймыз. Ол үшін ыдысымыздың түбі қалың, жақсы болуы керек. Глюкозный сиропты табамызға құйып, оның үстінен қант саламыз. Глюкозный сироп кондитерлік дүкенде сатылады. Қантты салып ертетін боламыз. Екінші ыдысымызда клегей, яғни сливки 33%-дан жоғары болу керек. Клегейдің үстінен қойылтылған сүт, яғни сгущенканы құйып, араластырып тұрып ысытамыз. Қайнатпаймыз, тек қана ысытамыз клегейді. Ал глюкозный сироппен араласқан қантымызды қоңырқай түске енгенше жақсылап араластырып тұрып, осылай отта ұстаймыз. Асты жабысып қалмауын қадағалау керек. Міндетті түрде қасында тұрып қозғап тұру керек. Клегейіміз қайнамауы керек, тек қана ысытамыз. Байқасаңыздар, глюкозный сироп қант араласқан қоңырқай түске еніп келе жатыр. Осындай қоңырқай түске енген кезде клегейімізді аз-аздан құйып, тез-тез араластырамыз. Қолымызды абайлаймыз. Қолыңызға шашырап, қолыңыз күйіп қалуы мүмкін. Аз-аздан қосып, жылдам араластыру керек. Барлық клегейді құйып болған соң, жақсылап бір араластырып, плитаңыздың отын өшірсеңіз болады. Осы ыстық массамызға сары майды салып ертетін боламыз. Барлық заттардың мөлшері видеоның астында описание бөлімінде жазылып тұр. Сары майды салып, жақсылап араластырамыз. Карамеліміз дайын, тек қана суыту керек болады. Басқа ыдысқа құйып, суытатын боламыз. Өте дәмді карамель.
Енді торттың арасына жағатын кремді дайындаймыз. Творожный сыр, яғни сүзбелі ірімшікке қант ұнтағын салып, бір келкі етіп араластырып аламыз. Одан кейін салқын кілегейімізді, кілегейдің майлылығы 33%-дан жоғары болу керек, құйып, тағы да миксерлеп аламыз. Креміміз дайын. Арнайы кондитерлік мешокқа салып, кондитерлік қалташаға салып, подложкамызға кішкене кремді жағып, дайын болған корждарымызды мен 2-2-ге бөліп 4 корж шықты. Осылай видеода көрсетілгендей тортты жинайтын боламыз. Бір қатар кремді жақ болғаннан кейін тағы да үстінен шеткі бортик деп атаймыз ғой, сол бортигін жасап аламыз. Карамельді ортасына құямыз. Карамелімізге арахис, яғни жер жаңғақты араластыратын боламыз. Осылай біздің карамеліміз дайын болады. Видеода көрсетілгендей тортымызды жинаймыз. Ацетатная пленкамен қаптап, сыртын осындай кольцомен қаптап, үстінен коржымызды қойып, 8-10 сағатқа немесе бір түнге холодильникке қойып қоямыз. Үстінен целлофан пакетпен немесе пищевая пленкамен жауып қою керек. Енді торттың бетінен құятын Ferrero Rocher деп аталатын ганаш, соны дайындаймыз. Ол үшін сізге қара немесе сүтті шоколад қажет болады. Менде Қазақстан шоколады. Қазақстан шоколадын сұйық май қосып ерітіп, үстінен жер жаңғақты тағы да араластырып, ганашты дайындап аламыз. Кішкене суыған соң холодильникте түнімен тұрған тортты шығарып, осылай сетканың үстінен қойып, астынан таза тарелка немесе осындай бір ыдысты қойып, ганашымызды құйып, тортымызды дайындаймыз. Одан кейін холодильникке қойып, қатырып аламыз. Тортымыз дайын, өте керемет болып шықты. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ас болсын.